Ортаңғы құлақ негізгі екі бөліктен тұрады. Дабыл қуысы кавитас тимпаника, екінші бөлігі есту түтігі немесе эвстахи түтігі, туба аудитива. Ортаңғы құлақтың негізін дыбыс сүйекшелері құрайды. Оларға балғашық, малеус, төс, инкус, үзеңгі, стапес. Балғашықтың анатомиялық бөліктері: басы капут, латеральды өсінді процессус латералис, алдыңғы өсінді процессус антериор, саба манубриум, мойыны коллум. Төстің бөліктері: қысқа аяқша крус бреве, ұзын аяқша крус лонгум, денесі корпус. Үзеңгінің бөліктері: негізі базис, артқы аяқша крус постериор, басы капут, алдыңғы аяқша крус антериор. Сүйекшелердің негізі қызметі дыбыс тербелістерін дабыл жарғағынан кіреберістің сопақ терезесіне, яғни финистра вестибуляға механикалық жолмен беру. Бұл қызметін атқару үшін оларға екі бұлшықет көмектеседі. Біріншісі мускулус тензор тимпани. Бұл бұлшықет балғашық сабына бекіп, оны ішке қарай тартады. Осылайша дыбыс тербелісін арттырады. Ал екінші бұлшықет мускулус стапедиус, бекитін орны үзеңгінің артқы аяқшасы. Бұл алдыңғы бұлшықетке антагонист, яғни сыртқа қарай тартады. Осылайша екі бұлшықет дыбыс күшін реттейді. Дабыл қуысының 6 қабырғасын ажыратады. Біріншісі латеральды қабырға, париес мембранациус. Дабыл жарғағы мен сыртқы есту жолының сүйекті табақшасынан түзіледі. Медиальды қабырғасы париес лабиринтикус. Жоғарғы қабырғасы париес тегменталис. Төменгі қабырғасы париес игулярис. Артқы қабырғасы париес мастоидеус. Алдыңғы қабырғасы париес каротикус.